Димаш келем деді ғой. Мен оны звондағаным, мамасы ауылы батыр деді. Ама қайтадан екеуміз-ақ ойнаймыз ба? Қойыз. Қара, мен қазір код жасайын. Короче, мына жерден жоқ кетіңдер. Біз енді келдік қой. Құлақтарың естімей ма? Қазір мынаған айтсам мұсады ғой сендерді. Қалайсыңда жоқ бұл кетіңді? Қалай болса солай, соғыр Николай. Сен сөйлеме-ақ қойшы. Жігіттер, қойсаңдаршы. Сатып алған жерің ба не? Сен кішкентай болып алып, тілің ұзын ғой, а? Жігіттер, қойсаңдаршы, бәріміз бір ауылдың балдарымыз ғой. Әбей, алар кішкентай болса да ақылды екен, Жүр кет, ренжімеңдер жігіттер. Адамас, аяқты конкретно төбелесет деп ойладым ше. Төбелесек, бұл төбелесеміз, не болды? Ең бастысы біз білгенбіз ғой. Біз кіммен ерексек те бір-бірімізді қолдап жүрейік. Сені балық ұстай аласың ба? Сен қуасың ба? Желкасы да жоқ қой. Ақмақ, әкешпер, қармақты. Достық, адамзаттың бір-біріне деген өзге көрінбейтін рухани жақындықтың белгісі. Шынайы достық сезімі сөнбеген сәтте, біз кез келген қиындықтарда бірге жеңеміз. Құлақтарың естімей ма? Қазір мұнаға айтсам, мұнаға. Басынан, ашықпа, орында тұр. 1, 2, кеттік. Қалай мұнда? 2, кеттік.
Қалайсың да жоқ кетің. Тоқта, қайтадан басынан кеш. Қалай болса солай, Соқыр Николай. Сен сөйлемей қойшы. 2 кеттік. Қалай болса солай, Соқыр Николай. Сен сөйлемей қойшы. 2 кеттік. Қалай болса солай, Ей! Соқыр Николай. Бұлай істемесеш. Қасын. Мен айтам ба? Бәр, 2-3 кеттік бе. Сен көп кішкентай болып түрің ұзын ғой. Тәжікістер қойсаңдар.